Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы, 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасы, Астана қаласының тұрғыны, тиімділік идеясының авторы. Бүгінгі ерекше үндеуім әлем елдерінің президенттеріне екінші ерекше үндеуім. Тақырыбы айырмашылық неде деп. Айырмашылық қазіргі таңдағы биліктегі менің тиімділік идеям іс жүзіне асқан жағдайдағы және қазіргі билік пен екеуінің арасындағы айырмашылық неде? Және де келесі бұл неге үлгермеуі мүмкін? Жекеменшіктергі солардың арасындағы айырмашылық, жекеменшік пен билік арасындағы қатынас, солардың арасындағы, осы ненің арасындағы айырмашылық неде? Және көпшілік халықтың қазіргі қалыптасқан көзқарасы мен тиімділік идеясы іс жүзіне асқаннан кейінгі болатын көзқарастардың айырмашылығы неде? Осы тақырыптағы осыны кеңірек ашқым келеді. Бірақ оны 1-2-5-10 минуттың ішінде түгел айтып беру мүмкін емес. Сондықтан қазір тек қана мынау билік пенен биліктің арасындағы айырмашылық неде? Қазіргі таңдағы қалыптасқан биліктің ең негізгі құралы қулық, сұмдыққа, қайтсем басым түсем, қайтсем өз дегеніме жетем деген пиғылменен іс әрекет жасауында. Ал енді менің тиімділік идеям іс жүзіне асқан кезіндегі билік, оның барлық іс әрекеті ең негізгі пайдаланатын құралы тиімділік, екі жаққа ынтымақшылық, өзара келісім, бірін-бірі толықтырып, біріне-бірі жәрдем беру, біріне-бірі тілеулес болу, ниеті түзу болу. Ондағы ең негізгі мақсатты орындау үшін. Ал енді қазіргі таңдағы билік өзінің қулық сұмдығымен өзінің көздеген мақсатына жету үшін барлық нелерді пайдаланса, ал енді менің тиімділік идеям іс жүзіне асқан кездегі биліктің негізгі мақсаты халықтың жағдайын жасау, мемлекеттің құрылғандағы ең негізгі мақсатын орындату. Міне осыған қазіргі таңдағы қалыптасқан билікте автократиялық жүйе, монархиялық жүйе, демократиялық жүйелердің арқылы соның іс жүзіне асырып жатады. Ал енді менің тиімділік идеям іс жүзіне асқан кездегі ең негізгі биліктің негізгі жүйесі абсолюттік билікке. Яғни президент, бір елдің басшысы егер толық іс жүзіне асса, абсолюттік билікке қол жеткізеді. Және де өзінің негізгі мақсатын, елдің мақсат мүддесін орындату үшін, өзінен кейінгі құрылымдарға сол іс жүзіне асыру үшін сондай құзырет береді. Билік береді төменгі деңгейдегі барлық мынау құрылымдарға, өзіндегі құрылымдарға осындай құзырет беріледі. Өкіметке, министрліктерге, әрбір салаға, облыстарға, аудан, жергілікті басшы, компаниялардың несіндегі барлықтарында өз деңгейінде абсолюттік билікке ие болады. Бірақ абсолюттік биліктің негізгі мақсат міндеті сол өзінің негізгі мақсат міндетін орындату. Соның өз деңгейінде орындату. Міне қазір мен өткен алдындағы 8-ші ерекше үндеуімде әсіресе жаңағыдегі орыс тіліндегі нұсқасында Илон Маскыны тілге тиек еткізіп едім. Ол тек қана өзінің негізгі
кеңесші ретінде ғана сондай бір департамент, жаңағыдегі тиімділік, эффективность, департамент эффективность дейді. Яғни тиімділік департаменті болып еді, бірақ ол өз несінкін жеткілікті дәрежеде құзыры болмағандықтан ол діттеген өзінің ойын іске асырамай келатыр деп осының өткенде де айтып едім. Міне бүгін сол Илон Маск жұмысын тастап кетті. Иә, жұмысын тастап, несінен мемлекеттік деңгейден неғып кетті. Себебі өзінің ол өз деңгейінде, дәрежесінде білігі болмағандықтан тек қана несінкін кеңес, ақыл кеңес, ұсыныс түріндегі идея іс жүзіне аспайды. Міне мен сондықтан барлық жауапкершілікті өз мойныма алып, алдыңғы ұсыныстарымда айтқанымдай, тиімділік идеясын іс жүзіне асыру үшін 100 күндік программамды іс жүзінде көрсетіп беруім үшін мені 100 күнге ғана премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып 100 күнге тағайындауын ұсынған едім. Кез келген елдің президентіне. Алдыңғы менің біріншіден 7-ші ерекше үндеуіме дейінгінің барлығында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атына ұсыныс айтқам. Егер мені 100 күнге ғана премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып тағайындасаңыз, тиімділік идеясының кереметін көрсетіп беріп, қазіргі мынау жаңағыдегі барлық ненкін даңғыл жолға салып беріп, ары қарай іс жүзінде көрсетейін деген ұсынысым әлі де күшінде. Мынау кез келген елдің президенттеріне де ұсынысым тура сондай. Егер сондай маған құзыретіменен, билігіменен премьер-министрдің міндетін 100 күнге берсеңіздер, қазіргі таңдағы премьер-министрді менің бірінші орынбасарым қылып, және де барлық шешімді ақылдасып қабылдайтын президенттің өзімен бірге шешетін, чтоб қалыптасқан жағдайды бұзып жармау үшін. Тиімділік идеясын кереметін көрсетіп, абсолюттік биліктің қалай қолға орнатуға, абсолюттік билікті қалай дұрыс пайдаланудың несін көрсетіп берер едім. Мен алдыңғы нелерімде де көрсетіп өттім. Мен кіммін? Мен Бектасов Шырымбек Қазғанұлы, көшедегі жүрген адам емес. Үш бірдей жоғарғы білім егері. Әсіресе Москвадағы институт управленияны 89 жылы бітіріп, мынау менеджмент саласының маманы, яғни дұрыс шешімдерді қабылдау маманы. Міне, бұның енді қазір келесі мына жекеменшіктегі айырмашылық, және де мына көпшіліктің көзқарасындағы айырмашылықтар келесі ерекше үндеулерімнің үлесінде қалады. Ал енді қазіргі айтарым, тағы қосымша айтарым. Алдындағы 8-ші ерекше үндеуім, яғни бірінші ерекше үндеуімде қазақ тілі мәселесі жөнінде Сабыр Адай псевдонимі болса керек. Осы кісі өзінің жаңағыдегі несін айтқан екен. Қазақ еліне, билікке үндеу тастап, өз тілін ғана ұлттық болмысыңның кілті, өз тілін ғана ұлттық болмысыңның кілті, және ұлттық намыс ұрпақтың рухани шырағы деген неде жазбасын шығарған берген екен. Менің көзіме түсіп, менің бұны Мұхаммед Кәрім Қожырбай ағамыздың несі жазғаны шығар деп, сол кісінің тобынан көріп, сол кісінің тастауында, тарқауында көрген екен, сол кісінің шығар деген ойда болған едім. Мен енді кешірім өтінем, Сабыр Адай інімізден. Ақын кісі екен бұл кісі, Ақтау қаласындағы. Ал енді осы мына ненің ішіндегі бұл кісінің ең негізгі маған көңілге қонымды, ақылға сиымды, ерекше назар аудартқаны ол кісінің мынау айтқаны. Тіл мемлекеттің ішкі тесігі емес,
тетігі емес. Тіл мемлекеттің ішкі тетігі емес. Мемлекет тілдің киелі кеңістігіндегі өмір сүруі тиіс. Мемлекет тілдің киелі кеңістігінде өмір сүруі тиіс деген тұжырымы өте қонымды. Сондықтан әрбір қазақстандық, әрбір қазақ, басқа да ұлт өкілдерінің несіне өзінің ұлттық тілінің киелілігін, қасиеттілігін көрсетіп бере алған осы мына нені биліктегі әрбір қазақ азаматына, биліктегі әрбір азаматқа, шенеунікке айтар едім, осы мына ненікін зер сала оқып шығуына, және де мына көпшілік көріп отқан қазақ ұлтының, қазақ әрбір азаматына айтар едім, осы мынау жазбаны кеңірек танысып, ұқыпты болып, жақсылап танысып шығуына кеңес берер едім. Мен кіммін? Мен Бектасов Шырынбек Қазықанұлы, 1956 жылғы зейнеткер, жаңылде айтып өткенімдей тиімді, жаңылдегі дұрыс шешім қабылдау маманы. Осы егер тиімділік идеясы іс жүзіне асса, сол елдің экономикасы қарыштап дамиды. Және де осы елден басқа елдер үлгі алады. Сөйтіп қазіргі таңдағы барлық мәселелердің дұрыс шешімі, соның несінкін табуына мүмкіндік алады. Даңғыл жолға түседі. Менің жаңағы 100 күндік программам іс жүзіне асқан жағдайда даңғыл жолға түсіп, сондай кереметін көрсетуге мүмкіндік береді. Әлі де айтарым бар. Бірақ мына формат одан көбірек болып кетсе, өз деңгейінде несін ойымды ашып жеткізуге, әлеуметтік желіге салуға мүмкіндік қиындық туады. Және де көп 14-15 минуттан асып кеткесін көпшілік қарамайды екен, назар аудармайды екен. Сондықтан келесі менің осы ерекше үндеулерімнен уақытылы танысу үшін және кеңірек көпшілікке тарқату үшін менің каналыма жазылыңыздар. Сонда осы мүмкіндік алады. Және де кез келген сұраққа жауап беремін. Менің контакты телефоным 8775 404-02-56, WhatsApp нөмірім 8776-139-56-21. Кез келген сұраққа жауап беремін. Кез келген аудиторияда, кез келген академик, профессор, кез келген мамамен дискуссияға түсуге дайынмын. Әсіресе мен әлемдік деңгейдегі мынау мамандар Фихрет Шабанов, Григорий Алексеевич Явлинский, Валентин Юрьевич Катасонов, Сергей Юрьевич Глазев, Алексей Алексеевич Венедиктов, Сергей Бутман кісілерменен жаңалдегі «Будем наблюдать» деген программасы бар, жібермей көруге тұрсам. Міне солардың алдында соларменен пікірлесіп, солармен ой бөліскім келер еді. Егер маған шығып бұл кісілер соған байланыстыруға кімнің мүмкіндігі болса, сондай жасап берсе. Және де өтініш жасар едім. Әкежан Мағжанұлы Қажыгелдин, Мұхтар Әблязов, Серікжан Біляш, және де өзіміздің елдегі Мұхтар Жәкішев, Марғұлан Сейсенбаев, Асқар Жұмаділдаев, аузы дуалы кісілер. Мен мұна идеямды қолдасын демеймін. Осындай идея бар екен. Осындай идеяны іс жүзіне асыруға сондай мүмкіндік 100 күндік программасы бар екен дегізіп, елдің бірінші басшыларына жеткізуге өзіндік үлесін қосса, дуалы аузыменен үніме үн қосса, мен идеямды қолдасын деп айтпаймын, осыны түсініп, түсінбей жатса. Бірақ осындай идея бар. Осы келешек адамзат баласының тағдырын мүлдем өзгертуге мүмкіндік беретін осындай идеяның бар екенін паш етсе әлемге, соған үніме үн қосса, және де осы менің идеямды, осы үндеуімді көріп отқан әрбір азамат отырған жерінде, жүрген жерінде талқылап, ажиотаж туғызса,
әлеуметтік желілердегі тарқатса, аудиториясы көп блогерлерге жеткізсе, сонда бұл идея іс жүзіне асып, тиімділік идеясы өзінің кереметін іс жүзінде көрсетіп берер едім. Сол үшін өзім барлық жауапкершілікті алып, содан кейін мені осы программамды 100 күнге іс жүзіне асыру үшін 100 күнге ғана премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып тағайындап, қазіргі премьер-министрді менің орынбасарым, бірінші орынбасарым қылып тағайындап, қайсы елдің болса да сол президенті барлық қабылдайтын шешімді менімен келісе отырып, шешім қабылдап, абсолюттік билікке қол жеткізсе, бір ел көлемінде, міне соған ұсыныс айтамын. Әлі де айтарым бар, мына 15-16 минутқа кетті, одан артық көп болса көпшілік көрмейді. Әлі де айтарым бар,